Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркелеп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі видеода мен өзімнің отбасымның суреттерін және де қыздарымның грамоталарын реттеп әдемілеп қояйын деп тұрмын. Бұл суреттерді шығарғаныма менің біраз болды. Инстаграмда да, тиктокта да айттым. Соткаға білесіздер, сенім жоқ, жоғалады, сынады, память дейді, вирус дейді, барлығын шығарып алдым. Өте көңілім толды өзімнің осы фотоларды шығарып алғаныма. Ішінде енді бәрі бар, қайын жұртым, өз жұртым, балаларымның кішкентай уақыты, енді тәй жүрген уақыттары, енді даже ішінде мен ұмытып кеткен сәттер де бар. Мен Астанаға дейін қыдырып қайтыппын ғой. Үшеуімен түк шықпаймын, ешқайда бармаймын деп барлығын қарап, мен оказывается барлығына барып, барлық нәрсеге қатысып, елден қалмай құр декретте үйде отырмаған екенмін. Прям соны көріп, қуанып қалдым. Мен өзім ойлайтын, скучно, ешқайда шықпаймын депші. Жоқ, ондай емес екен. Біз деген барлығына уақытымен үргіріп жатыр екен. Біз суреттерге қарап қуанып қалдым. Мынау біздің 8 март, ал мынау құрдастарымыз ауылдан келген. Сол кезде де қыдырып, ойнап, күліп. Ал мынау вообще Жасикоштың кішкентай кезі, жүрмеген кезі ау деймін. Ал мынау біздің Айзеренің винеткасы, садикті бітірген кездегі. Прям бір күн фотосессия жасадық. Ал мынау Еркеназым роддомнан шыққан уақыты. Өткенде бір осы жоғарыда тұрған полканы бір ашып, ойлап, жауып қоя салғанмын. Білесіздер, үйдің тіршілігі, өмір бітпейді, еще бір өзімін. Соған мына полкалардан бір файл тауып алдым. Бұны да пайдаға асырдым әйтеуір. Құр жатқаннан бірлесе сақтап тұрғаны дұрыс қой. Ең бірінші жолдасымның грамотасын салып қойып жатырмын. Қателеспесем, бұл грамотаны құрылысшылар күнінде берген. Одан кейін Айзеренің дипломы, одан кейін Аймерекенің алғыс хаттары мен бас жүлде грамоталары. Құда қаласа, үлкен үйім болса, осылардың барлығын ламинаттап, болмаса рамкаға салып, әдемілеп қойып қоямын. Мектепте бір рет грамота алды Айзере. Онда да Абай өлеңдерінен ғылым таппай мақтанба, соны айтып, алғыс хат берді. Соны алып қайттық. Барлығын рет-ретімен салып қойдым. Грамоталарды ашып, оқып, даталарын қарап жатырмын ғой. Еще аттарын оқып жатырмын. Аймерекенің грамоталары көп екен. Мынау грамоталар мен суреттердің барлығын жинап, ойлап жатырмын да. Ендігі суреттерді құда қаласа мозаика қылып, бір жылдар күшті мода болды ғой. Мозаика қылып шығарып қоям ба депші, үлкен қап. Жеке-жеке болса да көп кетеді екен. Осыларды жинап ойланып отырмын да, видеоны қалай сақтасам болады депші. Бірақ Инстаграм бар ғой, сода тұра берсін деп жатырмын ғой. Енді барлық кездер уақыттар салып отыр қой. Бірақ анау Инстаграмға салмайтын да видеолар бар ғой. Соларды қалай сақтасам болады деп ойланып отырмын. Бізде ноутбук жоқ. Бір жаман жері сол. Бірақ ноутбукта да вирус деп ашпай қалады көп видеоны ше. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red.
Мына жерде де фотома, видеома, старт па, стоп па деп отырмын. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар. Менің Айзерем 1 класс қой биыл, Құдай қаласа санаулы күндер қалды бітіреді. Мен 1 класстағы дәптерлерін сақтап қояйын деп жатырмын. Әліппемен математикасын. Ертең Құдай қаласа үлкен әдемі болып өсіп 11 класста бітіретін кезде естелік қой, енді қолына беремін, сен осылай жазғансың деп. Әліппемен математикасын, сосын ана тілмен математикасын, мыналар деген прям полный толған, міне осылайынан толған, сақтап қоям, естелік болсын деп. 11 класста Құдай қаласа қызым әдемі болып мектеп бітіріп жатқан кезде қолына беремін. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің YouTube каналыма, менің Instagram парақшамнан көп өтіп қарайды. Рахмет көп. Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Әдемі видеолар алдағы уақытта шығып тұрады. Сау болыңыздар.